Қалдарыңыз қалай, құрметті менің оқырмандарым? Бүгін мен шайға тіске басар дайындадым. Көріп тұрғандарыңыздай, яғни хворст істедім. Өте хрустящий, песочный дейді ғой, орысша айтқанда сондай болып шығады. Және де жасалу өте оңай, көп ингредиент қажет етпейтін, бар болғаны үйіңізде жұмыртқа болса болғаны, және де жасалуы да өте оңай жасалынады. Менің тәсіліммен жасасаңыздар өте керемет және әдемі болып шығады. Сахарный пудрамен осылай әсемдеп шайға ұсынсаңыздар керемет дәм болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздер жасап көруге кеңес беремін, және де достарыңызға бөлісіп, маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп, қолдап кетулеріңізді сұранамын. Ол мен үшін өте қуанышты жағдай. Ең алдымен біз осындай ыдысымызға 2 жұмыртқаның бүтін өзін және де 2 жұмыртқаның ақ уызы керек болады. Осылай екеуін ағын мен сарысын ажыратып алып, бірге қосатын боламыз. Және кішкене ғана тұзымызды және керек мөлшерде шекерімізді салып, жақсылап ертіп алатын боламыз. Мен керек ингредиенттерді төменде жазып нақты қалдыратын боламын. Осылай қолымызбен жұмсақ қамырды илеп алатын боламыз. Және де илеп болғаннан кейін пищевой пленкамызға осылай орап, кішкене ғана ұстасаңыздар жеткілікті. Осылай ұстап алғаннан кейін бұны біз 2 бөлікке бөліп жайып алатын боламыз. Жайған кезде де өте жұқа емес, кішкене ғана жұқарыңқырап, орташа көлемде жайып аласыздар. Және де бұл тіске басарды сіздер қонақтарыңызға, үйлеріңізге қонақ келіп жатса, үлкен жиын болып жатқан болса, солай жасап дастарханға ұсынсаңыздар, керемет дастарханыңыздың көркі болады. Міне жайып болғаннан кейін дәл осындай 5 сантиметрлікке бөліп аламыз да, осындай шпячканың көмегімен орап, қызып тұрған майымызға дәл осы күйде пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен осылай қойып аламыз, сосын жайылып кетпес үшін екінші шпячка 2 қолмен әрекет жасайтын боламыз. Бір-бірімен ұстап, 2 жағында аударып, осылай пісіріп алатын боламыз қызарғанша. Формасын ұстағанша 2 қолдың көмегі қажет болады. Міне тағы да көрсету үстіндемін. Осылай ұстайсыздар. Біреуін ортасына қоясыздар, шпячканың екіншісін жанындағы ашылып тұрған жерінен ұстап тұрасыздар. Яғни ашылып, жайылып кетпес үшін, осындай формасын ұстап тұру үшін дәл осылай кішкене қозғаңқырап пісіріп аласыздар. Бір жағы қызарғаннан кейін міндетті түрде екінші жағын аударып, екінші жағында қызартып аласыздар. Қатты майыңыз қызып тұрған болмасын, кішкене орташа болса жеткілікті. Айтпесем, бірден салған уақытта хворстарыңыз күйіп қалуы мүмкін, қатты қызарып. Міне осылай хворст дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаған болса достарыңызбен бөлісіп, маған лайк, комментарий білдіріп, мені қолдаңыздар. Сіздермен болған Ақерке Қасым. Менің видеомды соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Менімен бірге болыңыздар.